Президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлы 2025 жыл жұмысы мамандықтар жылы деді. Ана сонда сен жас жігіттерсіңдер. Сендерді қазір Қазақстан дәулетіге, мемлекетіге болған патриоттық сезім жоғары болу керек. Ақсудағы Халидин Мадалиұлын танымайтын адам жоқ. Аудандағы өзбек мәдени орталығына жетекшілік еткен азамат. Ел бірлігін көздеген, татулықты ту еткен жан. Талай жыл мемлекеттік қызметті мінсіз атқарды. Ауыл әкімі лауазымын да абыроймен алып шыққанын айтады. Тұрғындар жастарға жасаған жақсылығын, ауыл шаруашылығы саласында еткен еңбегін үлгі етеді. Патриоттығы соншалық өз ұлдарына дара жол салып берген. Әке көрген оқ жанар демекші, бірі жеке бизнесті серік етсе, екінші ұлы халық қалаулысы. Бойларына тазалық пен адалдықты сіңірген. Мемлекетке пайдаларың тисін деп таңын атырады, озық технологияларды меңгер деп күнін батырады. Қазір зейнетте болса да, бала тәрбиелеймін деп құлшынып отыр. Сондықтан болар аудандағы беделді колледждердің біріне шақырту алып келісім жасалған. Ал ата, бүгін ата болуыңызбен құттықтаймыз. Рахмет. 10 күн болды зейнетке шықтыңыз. 63 жыл өмір сүрдіңіз. Оның 40 жылдан астамы елге қызмет еттіңіз. Еленген еңбегіңіз бар, көрінбегені тағы бар. Енді не істейсіз зейнетке шыққаннан кейін? Рахмет. Өмір деген тез өтіп кетер екен. Кім ойлапты? Сол 60 жасқа келіп қаламан деп. Мен өткен өмірімден өксінбеймін. Бірінші сол Қазақстанны туылып, Қазақстанды жасап, Қазақстанның асынанын жеп, Қазақстандық болған Қазақстандық патриот болып жасап жүргенге не жетсін деп ой пікір қыламын. Енді зейнетке шықтым, рахмет құттықтағаныңызға. Мен енді жастарға жақсы үлгі ретінде, өзімен техника тарапыдан жақсы жұмыстар жүргізгенмін. Ауыл әкім кезінде де тамшылап екуіні бірінші біз қолдағанбыз Қарамты ауылда. Сол тамшылап еку, жаңа технология, жаңа инновацияларын тарту бойынша жастарға жақсы бір сабақ беремен деген ойдаман. Қазіргі таңда мені де колледждер шақырып тұр. Жұмысқа шақырып тұр. Сол бойынша практикалық сабақ беруға. Онда ойлап көремін. Енді отырып қалғанда болмайды, енді бәрібір бір жақсы және да бір із қалдыру керек деп ой пікірдемін. Ақсукент ауылында түрлі этнос өкілдері өмір сүреді, бір-біріңізбен қалай қарым-қатынастасыздар? Ақсукент ауылдық округында 56 ұлт өкілдері қоныстанған. 56. Мен көшемді алып қалайдыған болсақ, сол көшемде 6 ұлт өкілдері біз бір тұрмыс тіршілік білен жасайды. Жақсы бәрін тұрмыс тіршілігі, жұмыстары, ешқандай бір-бірімізге ешқандай бір жоқ, онаған нәрселер наразылық я басқа жоқ. Той или басқа мерекелерді бәріміз біргелікті болып, бірге жұмыс жасаймыз. Мен бұл ауданда ұлтаралық татулық, ынтымақтастық өте күшлі деп есептеймін. Көкеміз өте патриот, өте қоғам белсендісі. Ұлдарыңызды солай тәрбиелепсіздер. Бұндай кісінің жары болу үшін не істемек керек? Сабыр керек. Енді осы атамыз халықпен бірге жұмыс атқарды, халықпен бірге жүрді, бірге тұрды. Кейбір кездерде отбасылық проблемаларымызды қарамай сол нелермен жүгіріп жүрді. Сондай кездерде енді сабырлықпен, өзім түсінікпен проблемаларын шешуге әрекет жасадым. Өзімде жұмысқа шығып кетіп, жұмыс істедім. Осының арқасында осы балдарын өстірдік, ұлғайттық. Мына қазір Құдайға шүкір барлығы өсіп, ұлғайып, ата кесібіні алды. Балдарым бәрі табысты, жұмыскер, қызым да оқуны бітіріп, педиатр болып жұмыс істеп жатыр. Құдайға шүкір барлығына осындай дәрежеге жеткенге. Қыз келіншектермен араласып тұрасыздар ма? Апа, аталармен
кіріп әрине иә барлығымыз жоқ әлде ауылда да ол есік тарша болды ма? жоқ бізде көршілермен группамыз бар барлығымыз Қазір барлығымыз қандай ұялы телефон арқылы десеңші. иә жаңалық қандай не мереке ма неге қатысу керек болған барлығына қатысамыз араласып тұрамыз Ата сияқты ел басқаратын болып тұр ғой. сондай сондай Болады, айтқанын сол істейді айтқанын істеткізеді осындай қыз Енді көкем зейнетке шықты ғой, үйде отыра алады деп ойлайсыз ба? жоқ отырмайды ол өзінің программалары бар Жасап Сол- қойды ма? иә қазіргі айтып жатқан программаларын жүзеге асырамын деп уәде беріп жатыр осы ассамблеяға өзімді үлесімді қосуым керек деп программалары бар ғой Сол үшін мен жастарға айта дегенім, Қазақстан үшін жұмыс жүргізіңдер. Сол жерді туылғанбыз, сол жернің ас тұз нанын жеп жатырмыз. Сол үшін баршамыз бір жағадан бас шығарып, Қазақстан мемлекетіні әлемдегі 30 мемлекеттік ең жоғары көрінген мемлекеттер қатары қосысқа баршаңдарды мен шақырамын. Мадияр, өзіңізді сайлаған халықтың бір бөлігі үйіңізде отыр екен ғой. Енді анау жасаған бағдарламамыздың бәрін орындатпай қоймаймын деп жатыр ғой. Әке жолын жалғапсыз. Елге қызмет қалай басталды? Енді елге қызмет сол әкеміздің өзі елге қызмет жасаған жылдары, мысалы 8 жыл әкім болған, ауыл әкімі. Сол жерде қызмет жасаған кезінде біз енді жас кезімізден саясатқа қызыға бастағанбыз да. Осы саясат әкеміздің, атам ауылда әкім болған, солардың ата-бабаларымыздың ізін басайық деп бізде саясатқа қадам бастық. Өте жас депутат деп айтып жатыр, иә? Және өзім қадағалаймын дейді. Енді Дайынсыз ба? біздің Халықтың сенімі? жастығымыз болғанымен жұмыс, опыт, оқығанбыз. Мысалы, депутаттықтан бөлек юрисконсультпын, халыққа мысалы юридический жағынан да көмектесе аламын. Иә, заңгермін. Енді қараңызшы, осы Ақсу ауылдық округіндегі тұрғындарды бір ауызбен суреттеп бере аласыз ба? Ақсукент ауылында Қонақжай, досқа құмар. еңбекқор. Иә, біздің ауыл Сайрам ауданы өте еңбекқор халық. Ешкім мысалы жұмыс істемеймін деген нәрсе жоқ. Жұмыс, тек қана жұмыс. Халық өзіміздің мысалы қарап тұрсаңыз жақсы дамып келе жатыр біздің Сайрам ауданы. Көбінесе өзін жұмыспен қамтушылар көп ауданда. Иә. Кәсіпкерлер, жұмыс орындары, жұмыс бәр нәрсе жеткілікті ауданымызда. Енді әкеміздің тәрбиесін алып, әкеміздің саясатын алдық өзімізге. Енді әкем зейнетке шыққан кезде біз әкемізге көмектесеміз де енді. Иә, елеусіз қалып кетпесін, өйткені адам қартайған сайын, жас келген сайын бір өкпешіл болып келеді екен, оны бастан да өткізіп жатырмыз ғой. Үйдегі тұрмыс тіршілікке қараймайды. Бұрын сіздің бала кездегі әкеңіз, қазіргі әкеңіз бұрын осындай тірліктер алысқан беді? Үйдің тыныс тіршілігіне, тірліктеріне бұрыннан үлгеретін еді? Суббота-воскресенье, каждый суббота-воскресенье осы аулада жұмыс жасайтынбыз әкеммен. Жас кезінен. Мысалы, әкімшілікте жұмыс істесе де, суббота-воскресенье үйде ауланың жұмыстары. Әрдайым сондай болғанда. Бұл Жұмабекова көшесі. Көшені атауына сол кеңес кезінде сельсовет берді. Сельский округіне басқарған бір әйел болған, бір 10-15 ел. Соны атауға көшені Айғаным Жұмабекова деп қойды. Бұл көшеде 10-дан артық ұлт өкілдері жасайды. 10-дан артық. Мана о көшені басына алып қарай деген болсақ, қазақтар тұрады, татарлар тұрады, өзбектер тұрады, күрттер тұрады, әнеде орыстар тұрады, немістер тұрады. Көп ұлтты көше екен, барлығы араласып, бұрыннан араласып тұрғанбыз. Қанша жыл болды бұл жерде тұрып жатқандарыңыз? Бұл жерде тұрғанға 30-40 жылдан асты. Сол ұлтаралық татулықты жасаймыз.
bir-birimizге ынтымақтастық, достық, ұлт ажырату жоқ. Бәрі бір бауыр ретінде, бір Қазақстан болып жұмыс жүргізіп жатырмыз. Енді көшеге шықтыңыз ғой, қараңызшы, көшеге шықтыңыз, қолыңыз енді дейді 10 күн, шыққаныңызға. Мына жерде адам жүретін жол керек екен, есіктің алдында арық болатын еді. Жасайсыздар ма енді? Енді соны қолға алу керек. Енді ол дүния жүзілік көріп тұрсыз ғой, кейде дағдарыстар болып жатыр. Енді әр бір ауыл тұрғыны, аляспа, әр бір ауыл тұрғыны мемлекет маған не берді деп бюджетке қарамай, мен мемлекетке не істедім деп жұмыс жүргізу керек. Кішік азық ауқат түлік программасını атқаруымыз керек. Арықтарын ашырып, ақын су алып келіп, тамшылап еку жұмыстарын жүргізіміз қажет. Ол заман талабы. Қазір бұл, біз сол талапны қазір таңда қоймасақ, жастар болды, бұған мән бермей қалады. Сол үшін барша халқыны, Қазақстан халқыны сондай жұмыстарға тартуға шақырамын. Отан үшін отқа түс, күймейсің. Сол үшін барша мен қазақстандықтарыны мемлекет маған не берді демей, мемлекет үшін не істе алдым деген ұран білен жүрісіға, ат салысуға шақырамын.